Есімше. Қимыл әрекетті білдірумен бірге есім сөздердің де белгілерін білдіретін етістіктің түрі есімше деп аталады. Мысалы, көрген кісі, алған адам, оқылатын кітап, кірер есік, естір сөз, айтылмақ сөз тағы басқа. Есімше етістіктің негізгі және туынды түбірлеріне, етіс және болымсыздық етістік тұлғаларына төмендегідей жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Қан, кен, ған, ген, ар, ер, мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек, атын, етін, итін, итін, сы. Есімшенің сы жұрнағы болымсыз етістіктен кейін жалғанады. Мысалы, бармас, келмес, айтпас. Есімше етістіктің ерекше түрі. Есімше жіктеліп қимылды іс-әрекетті белгілі бір шаққа байланысты білдіреді де сөйлемнің баяндаушы болады. Мысалы, сен менің айтқанымды ұғып орнына келтірсең, жақсы кісі болып өсерсің. Ыбырай Алтынсарин. Ардақ бағана кетіп қалған. Ғабит Мұстафин. Бұл есімшенің етістікке тән қасиеті.